Ассаламу алейкум, Металл КЗ каналдың теркелушілер. Бүгінгі қысқа роликте мен кабель тазалап бастадым. Кешегі шыққан пылесостан кабельдер, барабаннан шыққан и мотор, якормен мотор. Міне кішкене тазалап бастадым. Мынау пока шығып атқан мыстар жайлап полностью аш болғаннан кейін мына сыммен мына моторды нәтижесін көрсетермін. Ал міне мына кабельді тазаладым. Жаңа моторчикті шыққан мына екі мыс. Мынау барабаннан шыққан кабель. Мынау ол пока былай алынбайды, оны өртеу керек болып тұр. Себеп мына ақ лакировка бар ғой, пластмасса. Ол просто так шықпайды, оны тек отқа салу керек бұйырса. Оны якорды мен алып қоямын. Біз мынаны висиға салайық. Көрейік неше грамм болады екен. Так, нөлге қойдық. Бисмиллах. 390 грамм. Мына кешегі пылесостан шыққан мыстар. 390 грамм. Өте жақсы нәтиже. Истіп жайлап мыс жинала береді. Ал міне мынау кешегі шыққан мыстар, барабан, мотор. Общий салмағы 390 грамм болып шықты. Егерде мынаны қосқанда примерно 150 граммдай шығатына, 100 грамм десекте жарты келі мыс бар екен пылесоста. Енді 390 грамм дегенде ол халам-балам емес. Ол салмақ. Бұйыртса осыны бәрін общий пакетке салып, өткендегі пакетке, Аллах қаласа, сол 2-3 күнде мысты тапсырам. Менімен бірге болыңыздар. Алдыңғы видеолар, қызық видеолар әлі де алдымызда. Лайк басыңдар. Ұнамаса видео дизлайк. Комментарий жазыңыз. Тіпті комментарий жазбағаныңыз дұрыс емес та ол енді. Бір видео істеп атырық. Бірақ комментарий жоқ. Бірақ лайктарыңызға да рахмет. Сау болыңыздар.